Қымбатты замандастар, қандастар, мен бүгін осы сіздерге компаниямыздың үлкен бір мүмкіндігін сіздерге таныстыруға бел шешіп отырмын. Осындай жауапкершілік маған арттырылды. Рахмет компаниямызға және бізді бастап отырған осы Қазақстан, бүкіл Азияның директоры Жамиля ханымға көп алғысымды айтам. Бізді үйретіп, бізді осындай үлкен жетістіктерге жеткізіп жатқан. Ал бүгінгі вебинарымызды бастайық. Мен білгім келіп отыр. Қазір міне 22 адам жиналыппыз. Бірінші келген кісілер болса, бір санын қойыңыздаршы. Бір санын. Шақыруменен еш нәрсе біздің компания туралы білмейтін, бірінші рет келген кісілер болса. Тағы да адамдар қосыла жатар, оғанға дейін білгім келіп отыр. Ондай кісілер жоқ сияқты, я? Ендеше, кім компанияда партнер, бірақ көп жетік түсіне алмай жүр? Екі санын қойсаңыздар. Жақсы, жаңадан келген кісілер бар екен. Ендеше, біз бүгін сіздерге толық мағлұмат айтуға тырысамыз. Біздің компания инновациялық компания болғандықтан бізде өте көп термин сөздер болады. Оның бәрін жайлап сіздер үйрене бересіздер. Енді заманның талабына қарай, қазір 21 ғасыр, системный бизнестің бұл дамыған түрін біз сіздерге, керемет дамыған түрін сіздерге таныстырамыз. Біздің бағдарлама бойынша күніге сағат 12-де қазақша вебинар жүреді. Себебі біздің бірінші басталған кезде бізде қандастарымыз бар, Қытайдан, шетелдерден келген, орысша түсінбейтіндер. Сол кісілердің сұранысы бойынша бізге қазақ тілінде вебинар өтсе, біз түсінбейміз ақпараттарды, кабинетті түсінбейміз дегеннен кейін біздің компанияның президенті Андрей Федорович Хавратовқа біз ұсыныс жасап жатып, сайтты қазақшалаттық. Яғни сайтқа кірсеңіздер, біздің кабинеттің ішінде бірнеше мемлекеттің тілімен қатар қазақ тілінде де барлық ақпаратты алуға болады. Сол жерде жаңалықтар бар, сол жерде барлық қазақша деректерді алуға болады. Және де кешкі сағат 21:00-де орысша жүргізіледі. Тек қана жексенбі күні сағат 12-де қазақша, 13:00-де орыс тілінде өткізіледі. Сенбі күні компанияның өзінен үлкен вебинар жүргізіледі. Енді мен өзім туралы таныстырайын. Менің есімім Салима Усибалиева. Негізгі мамандығым мұғалім. Енді дәл қазір осы компанияның белсенді тұтынушысы, белсенді партнері болып жұмыс жасап жатырмын. Аллаға шүкір. Қазақтың қарапайым әйелімін. Отбасында 2 баланың анасымын. Мұсылман, әлхамдулилля, дінім мұсылман. Енді мен сіздерге мынау тұтынушылардың қауымдастығын серіктестірлігі бағдарламасы бойынша өзімнің дәрежем лидер-менеджер және тұтынушылар қауымдастығының тұрақты инвесторымын. Оны мақтанып марқайып айтамын. Тұрақты инвестор болуды және мастер профи тренингінің сертификатталған маманымын. Бірнеше рет мастер профи тренингінен өттім. Және марафон 260 оқу курсын 8 айлық оқып жатырмыз. Дәл қазір қатысып жатырмын. Тараз қаласының кеңсесінің өкілімін. Және де миллионер за год деген Москвада өткен курстың тоже оқырманы боламын. Ол курсты да тамамдадым. Көптеген компанияның іс-шараларын бәріне белсенді қатысамын. Ол деген өте көп, оның бәрін айтып жату. Енді мен сіздерге жалпы компания туралы айтайын. Біздің компаниямыз жаңа
экономикалық эволюция, әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы деп аталынады. Келесі слайдқа ауыстырсаңыз. Нұрғиса. Бұл компания бізге не береді? Сіздер білесіздер, жалпы өмірде нарықта ақша ағымы бар. Ол ақша ағымы мынандай көз алдарыңызда тұрғандағыдай 4 сектордан тұрады екен. Яғни, бірінші сектор бұл Роберт Кийосаки, сіздер бәріңіз білесіздер, көбіңіз танисыздар интернеттен. Бұл Роберт Кийосакидің денежный поток дейді, жаңағы ақша ағымының 4 квадрантын жасап елдерге түсіндірген. Оның біріншісі жұмысшы, екіншісі кәсіпкер. Осы жұмысшы болсаңыз да, кәсіпкер болсаңыз да, бұл жағдайда ақша ағымы 10% ғана екен. Бүкіл әлемдегі ақша ағымының 10% осы жұмысшылар мен кәсіпкерлерде, солардың қолында болады екен, айналымда болады. Ал бұл жұмысшы мен кәсіпкердің секторларында 90% халық осы секторларда жұмыс жасайды екен. Ал бизнесмен, міне бизнес деп атырмыз, үлкен бизнес. Бұл бизнесмен болғанда, бұл үлкен олигархтарды айтады. Яғни завод, фабрикасы бар, болмаса жаңағыдай банкирлерді, мінекей үлкен бизнесмендерді айтады бұл жақта. Және инвестор. Осы 2 секторда 10% халық бар екен. 10% халықтың 10% ғана бар екен. Және 90% ақшаның ағымы осыларда айналады екен. Енді қараңыздар, сіздер қайсы секторда өздеріңізді көріп отырсыздар? Сіз жұмысшысыз ба, әлде кәсіпкерсіз ба, әлде инвесторсыз ба, жоқ бизнесменсіз ба? Енді өзіңіз қара беріңіз. Барлық мейлі бизнесмен болсын, кәсіпкер болсын, жұмысшы болсын, елдің бәрінің арманы, көкірегіндегі арманы инвестор болу. Мен өзімде осы компанияға келгенге дейін, осы компания 16 жылы келдім, соғанға дейін көптеген жобаларда жұмыс жасадым, системный бизнестарда жұмыс жасадым, жаңағы БАДылармен, косметикалармен, көптеген өнімдермен жұмыс жасап, қосымша әрине. Сөйтіп өзімнің арманым еді. Шіркін, мен ақша салып қойып, сол ақша маған пассивный табыс келіп тұрса, жай ғана еш нәрсе істемей өзінен өзі табыс келіп тұратын бір мүмкіндік болса, және өзіме ілескен, менің сөзіме сеніп келген кісілердің барлығы ақпарат бере алса да, бере алмаса да, осы салып қойған кішкене жаңағы ақшасынан ұтылмайтындай, тіпті тек ұтылмайтындай, және де табыс көре алатындай бір компания болса екен деп армандаушы едім. Міне, Аллаға шүкір, осындай компания бізге келді 16 жылы. Сол 16 жылдан бері осының жемісін жеп жатырмыз, нанын жеп жатырмыз. Аллаға шексіз шүкіршілік айтамын. Осындай компанияны бізге жасап, көзімізді ашып көрсеткен. Мінекей алтын басты азамат Андрей Федорович Хавратов деген осы компанияны құрушы, және осы компанияның бас директоры. Таныс болып отырыңыздар, және жеке инвесторлар академиясының авторы, негізін қалаушы, бас директор. Көп салалы кәсіпқой, өзі инвестор, бизнесмен. Құралахан келген жоқ, Құралахан осы компанияны жасай салған жоқ, және осы біздің қазір бүгінгі сіздерге айтайын деп отырған негізгі құралымыз CryptoUnit бағдарламасының авторы осы Андрей Федорович Хавратов. Және бұл кісіні біз бәріміз айтамыз, елдердің армандарын жүзеге асырушы, шебер деп айтамыз. Сондай шебер кісі, армандарды жүзеге асырушы. Миллионерлер құпиясының құпиялары Андрей Хавратов пенен бағдарламасының тележүргізушісі. Телебағдарламасының жүргізуші. Міне айта берсеңіз, мінеке алдарыңызда тұр, осының ішінде өте бір мақтанышпен айтатынымыз, мынау бейбітшілік үшін халықаралық қоғамның бірлестігінің бейбітшілік көгершіні.
медалімен марапатталған әлем генералы деген атағына былтыр ғана ие болды. Және мынау Ресейдің халықаралық бүкіл жаңағы бітімгер, Ресейдің жаңағы белсенді азаматы деген атаққа ие болып, 100 қызыл кітабына еніп отыр. Соны жеткізіп айтқым келеді. Ол жерде өте сондай белсенді Ресейге еңбегі сіңген адамдардың саны, оның ішінде Путин бар, оның ішінде жаңағы патриархтар бар, көптеген ғалымдары бар. Соның ішінде біздің Андрей Федорович Хабаратов та сол қызыл кітапқа еніп отыр. Ал енді келесі слайдты көрейік. Біздің сіздерге таныстырайық деп отырғанымыз мынау жаһандық инвестициялық портфельдер. Жаһандық инвестициялық портфельдер бұл өзі 3 жаңағы бөліктен тұрады, құрамдас бөліктен тұрады. Оның біріншісі оқыту. Сіздер бұл жерге келген кез келген кісі қандай бір пакет алсаңыз, инвестор болсаңыз, үлескер болсаңыз компанияға, сіз міндетті түрде үлкен қаражаттың иесі боласыз. Ол мүмкін ерте болар. Аз алсаңыз, кеш, көп алсаңыз ерте, алған пакетіңізге байланысты сіз міндетті түрде үлкен қаражаттың иесі боласыз. Ал енді ол қаражаттың иесі сол қаражатты қалай меңгереді? Сол қаражатты қалай ұстап қала алады, болмаса соны қалай үдетіп, ары қарай көбейте алады. Міне, осындай заңдылықтарды білмей, кез келген адам, мысалы, кедей адамға, өмірінде көп ақша ұстап көрмеген адамның қолына $1,000,000 берсе, ол бір айда ма, аз уақыттың ішінде жоқ қылады екен да, сол қаражатты баяғы тақыр қалпына келіп отырады екен. Себебі ол оқымаған. Ол мынау қаржы сауаттылығын білмейді. Сол себептен де, ал оқыған адам қанша жерден миллионер болып банкротқа түсіп, минусқа түсіп жатса да, ондай адамдар жоқтан қайтадан бар жасап, үлкен табыстарға жетіп жатады. Сондықтан да біздің қазіргі ең үлкен қорымыз, бұл компанияға келгенде, біздің алатын қорымыздың ең басты қор ол оқу. Оқыту, бұл жерде академия бар, оны мен қазір таныстырам. Одан кейінгі екінші бөлігі жаңағы бірлескен меншік иелігі. Яғни сіздер бұл жерге келген кезде міндетті түрде осы компанияның үлескері, меншік иесі боласыздар. Кез келгеніңіз, бәрімізде. Яғни бұл компания біздерден құралып отыр. Бұл компанияның біреуге сол егесі бізге ақша төлемей қойды, бұндай болды, сондай болды деген әңгіме болмайды бұл жерде. Біз бәріміз осы компанияның иелеріміз. Яғни біздің ақшаларымыздан құралып тұр. Және де бұл компанияда үшінші жаңағы бөлігі бизнес. Бұл жерде де кәдімгі системный бизнестағыдай, сетевой маркетингтердегідей өнімді сатып, товарооборот жасайтын сетевой компаниядағылардай бізде маркетинг бойынша үлкен бизнес бар. Бұл маркетинг бойынша жасаған бизнестен бұл жерде аз уақыттың ішінде көптеген табысқа ие болуға болады, кез келгеніміз. Егер де сіз жаңағы системный бизнестағыдай белсене жаңағы беліңізді буып жұмыс істейтін болсаңыздар, бір жылда долларовый миллионер болатын мүмкіндік осы жерде бар. Ал енді оқыту саласына келетін болсақ, біз нені оқимыз, не үшін оқуымыз керек, біз пәлен дипломымыз бар деп айтуларыңыз мүмкін. Маған бір келген ағайымыз, мен деген академикпін, мен деген жаңағы аспирантура бітіргенмін, мұндаймын, сондаймын дейді. Ал бірақ өзі соншама дәрежесімен осы күнге дейін тек айлықтан айлыққа күн көріп жүр.
Өз жерде мен айтып, осындай мүмкіндіктер бар, сіз осы компанияның үлескері болыңыз, мынандай пакет сатып алыңыз десем, соған ақшаны қалтырап дірілдеп, жаңа $200 пакетке зорға әйтеуір тауып келді. Мүмкін сенімсіздігі де бар шығар енді, бірақ содан кейін басқа пакет алған жоқ. Мінекей, сол себептен біз оқуымыз керекпіз, міндетті түрде білім алуымыз керекпіз. Қазір енді мына жерде алдарыңызда көріп отырсыздар, 11 жылдан бері бұл біздің компаниямызда жеке инвесторлар академиясы құрылған. Оны құрушы біздің Андрей Федорович Хавратов, яғни қаржылық сауаттылықты арттыратын, және дамытуға арналған интернет портал бұл академия. Және бұл жерде 600 мыңнан астам студенттер оқып бітірген. Алуан түрлі курстар мен тренингтерді сіздер өтетін боласыздар. Ал енді оқу ақпарат өнімдеріне келетін болсақ, біздің компаниямыз инвестициялық тақырыптарда жеке инвесторлардың 8 ережесі, жеке инвестициялауға алғашқы қадамдар, жеке инвесторлардың дамуындағы 12 деңгей деген сияқты, жеке инвесторларды қашықтықтан оқыту, қалай $1 миллион долларға айналады. Мінекей, осы сияқты Мәскеу биржасындағы тренингтерді сіздер көріп, зерттеп, үйренетін боласыздар. Сол сияқты жеке инвесторлардың базалық оқуының 12 курсын үйренетін боласыздар. Инвестициялық кеңесші кәсіби онлайн курстарынан өтетін боласыздар. Мінекей, алдарыңызда суретте көріп отырғандағыдай, мына жерде Алматыдағы офисте біздің көшбасшылар, мүмкін араларыңызда таныс кісілеріңіз де бар шығар, көріп отырған бұл жерде біздер бизнес және тұлғалық өсу тақырыптарында ақпараттық өнімдерді алып отырған, оқып отырған кісілерді көріп отырсыздар. Және бұл жерде тайм менеджментпен табысқа жетудің 8 қағидасы сияқты өте көп оқудың түрлерінен өтесіздер, яғни жалпы компанияның миссиясыменен, компания қалай бізге ақшамызды көбейтіп береді, біз қалайша арманымыз іске асады, біздің қалайша өміріміз өзгеретініне сіздер осы жерден сабақ ала отырып, өсесіздер, өнесіздер, осындай мүмкіндіктер. Келесі слайдқа көшсеңіз. Мінекей, қаржы данышпаны деген тағы да бір ойын түріндегі тренинг бар. Бұл жерде мынау құрал арқылы біздің өзіміздің офисте де ойнатылды. Мен өзім Тараз қаласының офис менеджері болып жұмыс істедім. Біз офисте де және Алматыға барғанда да осы қаржы данышпанменен ойнадық. Бұны ойнағанда сіз не аласыз? Жалпы ақшаны қалай, қолдағы ақшаны қалай ұстап тұруға, көбейтуге болады. Және оны қалай инвестиция жасап, жаңағы түрлі сізге түсіп атқан ұсыныстарға қалай тиімді пайдалануға болады, қалай өзіңізге партнерлар, серіктес тауып, қалайша сол мүмкіндікті пайдаланып кетуді, қандай жағдайда кредит алу керек, алмау керек, мінекей осындай көп қаржы заңдылықтарын сіздерге осы қаржы данышпаны тренингінде, ойынында түсіндіреді. Көз алдыңыздан өтеді, яғни сіз өмірдегідей қаржыңызбенен жұмыс жасайсыз. Ал енді бірлескен меншік иелігі дейді. Бұл жерде сіз қалай бірлескен меншік иелігін аласыз? Әрине, бұл жерде үлкен бір құралымыз біздің криптоюнит бағдарламасына біз көп көңіл бөлеміз. Криптоюнит бағдарламасына біз арқа сүйейміз. Бұл криптоюнит бағдарламасы біздің ақшамызды қазіргі жаңа инновациялық тақырыптарға байланысты, инновациялық кезеңдерге байланысты біздің ақшамызды көбейту, жаңағы сақтау, оны
болашаққа біздің болашағымызды қаржыландыру деген сияқты көптеген жұмыстарға жүретін болады. CryptoUnit бағдарламасының басталуы негізінде Алматы қаласынан басталды. Біз оны мақтанышпен айтамыз. 30 наурыз өткен жылы. Ал енді бізге CryptoUnit бағдарламасы не береді? Біз бұл жерде оқу бағдарламасына қол жетімділік аламыз. Жаңа айттым ғой, оқымасаңыз, білмесеңіз, сіз қалай ақша табасыз, қалай ақшаны ұстап, оны үдете аласыз, қалай көбейте аласыз, қалай баюға болады, қалай армандарыңызды іске асыруға болады. Тура сол сияқты жаһандық инвестициялық портфельдерге иелік ете аласыз. Біздің компаниямыз бірнеше мемлекеттерде үлкен портфельдерге біздің ақшаларымызды айналымға салып жатыр. Соның сіз есі бола аласыз. Адалдық бағдарламасы бойынша ай сайынғы бонус аласыз. Ол лояльный деп аталынады. Және профи бонус. Бұл шартсыз базалық бонусын алу мүмкіндігі. Яғни компанияның табысынан, компания қашан табыс әкеледі, сол кезде бізге дивиденд түрінде төлейтін профи бонустың иесі бола аласыз. Және реттелген және ашық қаржыландыруға сіз иелік ете аласыз. Және активтердің ұлғаюы есебінен CryptoUnit құнының артуы. Яғни маған көп партнерларым айтты, сіздер әдеби тілмен емес, жаңағы инновациялық тілмен емес, бізге қарапайым жеткізуге тырысыңызшы. Сөздеріңізді түсінеміз, бірақ жалпы мағлұматты түсінбей қаламыз деп жатыр. Сол себептен де мен сіздерге мүмкіндігінше қарапайым түсінікті етіп айтуға тырысайын. Сіздердің салған ақшаларыңыз жан-жақты шет елдерде жұмыс жасап, үлкен заводтарда, кен орындарында сізге табыс әкеліп отырады. Оған құрал болатын біздің CryptoUnit. Және де осы CryptoUnitтеріміз, CryptoUnit дегеннің өзі бүкіл криптовалюталардың, мүмкін криптовалютаны естімеген де кісілер бар шығар, арамызда. Криптовалюта деген биткоин дейді, OneCoin деп атады, тағы да біздің өзіміздің құлағымыз естіп жүрген Ripple деп атады, көптеген криптовалюталардың түрлері бар. Олар көзге көрінбейтін, қолға ұсталынбайтын, тек қана цифрлы есептеуіш бағдарлама арқылы есептелініп шығарылған сондай валюталар. Сол валюталардың біздің CryptoUnit, яғни акциясы десе болады. Акциясы, құнды қағазы десе болады. Бірақ біз ол құнды қағазы қолымызға ұстамаймыз. Міндетті түрде біздің құнды қағаздарымыз, CryptoUnitтеріміз біздің кабинеттерімізде сақталатын болады. Ал енді біздің жалпы CryptoUnit бағдарламамыздың іске асуы 3 фазадан тұрады. Бірінші фазасы 2019 жылы, жаңа айттым, наурыз айында басталды, жылдың аяғында аяқталды. Бұл фазаға кіргендер өте бақытты адамдар, олар сондай успех от слова успеть деп жатады ғой, кезінде сенсе де сенбесе де жаңағы өзінің акцияларын алып, акционер болып компанияға акцияларын алып, өзінің жаңағы қолға бар несін алып мүмкіндікті алып алды, сондай кісілер. Бұл фаза өтіп кетті. Енді қазір екінші фазадамыз. Бұл фазаның ұзақтығы 8 айдан 17 айға дейін, яғни созылады. Сіздер әр ай сайын бұл жерде құны көтеріліп отырады. Сондықтан да жобаны кезінде бүгін естісеңіз, кеше естіген болсаңыз, кеше алған болсаңыз, сіз сол ұтымды CryptoUnitті ұтымды алатын боласыздар. Айналымда, екінші фазаның айналымда 20 ғана миллиард CryptoUnit сатылатын болады.
былтырғы жылы бірінші айналымында, бірінші фазасында 30 миллиард сатылды, биыл 20 миллиард сатылады. Ал енді үшінші фазада бұл жаһандық мерчендайзинг деп аталынады. Бұл жерде біздің криптоюниттеріміз еркін теңгеге, евроға, долларға, алтынға, криптовалюталарға еркін айналымға түсетін болады. Бұл кездегі сатылым 20 миллиард қана криптоюнит сатылатын болады. Оның ұзақтығы 4-8 жылға созылады, яғни 28 жылға дейін созылуы мүмкін. Ол кездегі криптоюниттің құны өте қымбат болады. Қазір ақшам жоқ деп қиналып жатқан кісілер болса, ол кезде үшінші фазада сіздер тіпті аламайтын боласыздар. Қол жетімсіз болады қарапайым халыққа. Әрине ол кезде үлкен олигархтар, жаңағы трейдерлар, банкирлер алатын болады. Сондықтан ойланыңыздар. Ал енді біздің компания инвестициялық нарықтың 20 секторында жұмыс жасайды. 20 секторы бұл жұмыс жасап жатқан нарықтағы іске асып жатқан секторлар. Оның ішінде білім беру, көп деңгейлі крауд инвестингтің даму секторы. Көп деңгейлі крауд инвестинг деген не? Бұл MLM деп жатамыз ғой, multi-level маркетинг. Сол сияқты көп деңгейлі, бірақ крауд инвестингте, крауд деген көпшілік, инвестиция деген ол салым. Көпшіліктің салымы, бірақ көп деңгейлі салада жұмыс жасайтын. Яғни көпшіліктің ұйымдасуыменен жұмыс жасайтын көп деңгейлі крауд инвестинг. Бұл жаңа сала. Бұл жерде біз товарды көтеріп, системный бизнестағылардай ай сайын товарооборотын жасап, көтеріп, сумкалап, сатып, қарызымызды жинап жүрмейміз әрине. Және де компанияның товарооборотын жасамаймыз. Біз өзіміз үлескерміз, компанияның ішіндеміз. Компания өссе, біздің де табысымыз өседі. Сондықтан да біз бәріміз компанияның үлескеріміз. Және денсаулық және ұзақ өмір сүрудің секторында да жұмыс жасайды. Инвестициялық көлік дамыту секторы. Бұлардың бәрімен сіздерге қазір екінші біздің спикеріміз тоқталып, көрсетіп айтады. Банк секторларында. Мынау банк секторларында біздің намазхан азаматтарымыз, бауырларымыз айтады. Біз банк секторына бармаймыз, себебі ол жерде ақша харам деп жатады. Бұл жерде біз кредитке жұмыс жасамайды біздің компанияның ақшалары. Банк секторлерінде тек инвестиция көбейту және ақшаны дер кезінде аударымдарға жұмыс жасау жөнінде ғана жұмыс жасайды екен. Оған Андрей Федорович Хавратов 2018 жылы Минскіде өткен Эвенти курсында мынау араб елдерінен келген мұсылман халық бауырларымызға, инвесторларға анық түсіндіріп көрсетіп берген еді. Сондықтан қорықпаңыздар, біздің кез келген жаңа ақшаларымыз халал секторларда жұмыс жасайды. Енді міне сіздерге көздеріңіздің алдарыңызда тұрған мына Skyway инновациялық көлік технологиясы. Бұл Skyway технологиясына біз 14 жылдан бастап қаржыландырдық бұл компанияны. Әрине, бұл компанияның көптеген қаржысын біздің компания жаңа экономикалық, әлемдегі жаңа экономикалық даму компаниясы көп үлесін қосты. Біз бұл жерде нарық көлемінде 500 триллион доллардай бұл компанияда нарық көлемінде іске қосылып жатыр, яғни жұмыс жасалынып жатыр. Бұл өте тиімді, жылдам жүретін және комфортный дейді, қыста жылы, жазда салқын болатын жаңағы
экологиялық таза сондай бір жаңа транспорттың түрі. Біздің 17 жылға дейін осы транспортқа инвестиция жасаған біздің салымшылардың аты жөні қазір Минскінің қасында Марина Горький қаласында экотехнопарк соғылған. Сол экотехнопаркте біздің аты жөндеріміз жазылып тұр. Яғни біздер бірінші қалаушы инвесторларымыз, біздер үлескеріміз осы жобаның, осы транспорт технологиясын. Бұл транспорт өте тиімді, дүние жүзінде мынау жер шарын паутина болып торлайтын сондай бір транспорттық технология тиімді, табиғатты сақтайтын осы транспорт арқылы біздер үлкен табыстарға ие болатын боламыз. Яғни біздің компаниямыз көптеген осы компанияның адресін проекттеді. Мысалы, Алматы менен Астана аралық қашықтығын, болмаса Тараз бен Алматының ара қашықтығы сияқты осындай ара қашықтықтағы адресный жобаларды біздер жүргізетін боламыз. Себебі біздің ақшамызды қазір Андрей Федорович Хавратовтың ақылдылығыменен қазір мына криптоюнит жобасында айналымға салып, көбейтіп алып жатырмыз. Келесі слайдқа көшейік. Тағы да бір айта кететін, нарықтағы біздің ақшамыздың жұмыс жасап жатқан бағдарламамыз бұл мына қымбат бағалы тастар мен металдар. Яғни қымбат металдар, оның ішінде алтын. Бұл жерде ең көп біздің қазір көңіл бөліп жатқан компанияның көңіл бөліп жұмыс жасап жатқаны, мына алдарыңызда көріп отырсыздар. Мынау Орал алтын кен орны, Ресейдің Орал алтын кен орны. Және де Ганна алтын кен орны, Танзань сияқты. Міне көріп отырсыздар, 9.805.332 доллар Оралдың кен орнында жұмыс жасап жатыр. Бұл кен орнында, Оралдың кен орнында Андрей Федорович Хавратовтың өзі өткенде көрсетті бізге суреттерін, сол жерге барып, жаңағы геологтарменен тілдескенін, алтынды қалай өңдеп жатқан бәрін бізге көрсетті. Яғни керемет жұмыс жүріп жатыр. Компания бізге жылына ешқашан болмаған 40 тонна алтынды өндіріп береміз деп, қазір соған жұмыс жасалынып жатыр. Мінекей осындай мүмкіндіктер, сіздердің ақшаларыңыз осындай мүмкіндіктерде жұмыс жасайтын болады. Және тағы да бір керемет бір мүмкіндік, мына инновациялық базальт технологиясы. Мүмкін бұрын соңды естімеген де боларсыздар. Базальт деген бұл өзінше бір материал. Мына вулкан атылады ғой, вулкан атылған кезде соның тастары шашырайды, жанған тастары, күлі. Сол күлінен, яғни тегін материал, сол күлден өңделіп жасалатын. Яғни бірінші жіп болып түзіледі екен, ол жіпті ертіп, түрлі труба керек па, сетка керек па, арматуралар керек па, тіпті ыдыс-аяқ па, не керек, машиностроение, жаңағы космосқа, болмаса кез келген заттың барлығы, үй құрылысына, еден, қазір мысалы, мынау карантин кезінде елдің бәрі отырып қалыпта, көктем өтіп бара жатыр, жаз болып жатыр, елдер үйіндегі жай ғана құрылыс қоражайын соғу, үй соғу деген сияқты жұмыстарының бәрі тоқтап қалды. Енді қазір мынау саябырси бастады карантин. Енді іздесе кірпіш тапшы. Себебі ол кірпіш өндіретін цехтардың бәрі тоқтап тұрған. Тапшы өте қымбаттап жатыр. Ал мынау базальт технологиясы өте арзан болады. Кірпіш керек па, шатырын жабасыз ба, еден қып төсейсіз ба, барлығын жарай беретін, өзі химиялық реакцияға түспейтін, егер ыдыс қылып ыстық тамақ құйып ішсеңіз, химиялық реакцияға түспейтін сондай бір керемет өнім, яғни материал. Бұл материалдың тағы бір кереметі, егер сіздің бұйымыңыз жарамсыз болып қалса,
немесе жалығып кетсеңіз, сіз оны қайта өңдеп басқа зат жасайтындай мүмкіндігі бар. Осындай тозып жоқ болып кетпейтін керемет бір шикізат, өте шексіз базасы бар, өзі жеңіл өңделетін осындай шикізаттың біз егеріміз. Бұл завод Индияда соғылып басталып жатыр. Қазір мынау карантинге уақытысында кішкене кідіріп тұр. Алла қаласа, карантин біткен соң Индияда үлкен завод соғылады. Ол завод бізге 50% табыс береді. Қазірдің өзінде міне осы компанияның негізін салған Дмитрий Вороновтың айтуы бойынша көптеген мемлекеттер қазірдің өзінде ұсыныстар жасап жатыр. Яғни сұраныс жасап жатыр. Бізге пәлен керек. Бұл материал өте құнды материал болады. Яғни құндылығы соншалықты құндылық болғанменен арзан болатын болады. Бюджетке өте тиімді. Міне осындай материалға біздің криптоюнитіміз жұмыс жасап, бізге табыс әкеледі. Тағы да бір мақтанышпен айтатын, біздің айтатын бағдарламамыздың түрі, біздің ақшамыздың жұмыс жасап жатқан мына суши мастер деп аталынады. Суши мастер бағдарламасы бізде Алматының өзінде 7-8 жерден ашылды. Бұл жапон кухнясы. Бұның негізін қалаушы Алекс Яновский деген азамат, мінекей біздің Андрей Федоровичтің досы. Яғни қазірдің өзінде, осы соңғы жылдың өзінде, бұл біздің компанияның, яғни краудинвестингтің көмегіменен, біздердің салымшылардың, біздің ақшамыздың көмегіменен бұл компания 60 жаңағы өзінің жаңағы ресторандарын ашып қойды. Жапон кухнясын, суши кухняларын ашып қойды. Ал енді осы алдағы 10 жылдың ішінде 50 000 мейрамхана ашамыз деген жобасы бар. Ол міндетті түрде іске асады. Себебі біздің компанияның үлескерлері тек қана біз Қазақстан емеспіз, дүние жүзінде 170 мемлекеттің азаматтары, салымшылары осы біздің криптоюнитке салымшы болып жатыр. Міне компанияның болжамы, капиталдандыруы 100-250 миллиард ақш долларын құрайды екен. Осындай жобаның сіз иесі бола аласыз. Мен былтыр Алматыға бардым. Бізді сол Алматыдағы партнер қыздарымыз, Айжан деген бір жақсы сұлу қызымыз бар. Сол қыз алып барды бізді. Тараздан барған кісілерді сөйтіп, сол жерде мастер сушиін жедік, өте дәмді, біздің ағзамызға өте тиімді, яғни пайдалы десек болады, сондай өнімдерден жасалынады. Ал енді мынау алдарыңызда тұрған Кетмарт фильм өндірісі. Бұл Кетмарт фильм өндірісін негізін қалаушы, бұл саланы жасап отырған Нұрлан Мамакеев деген азамат, өзіміздің бауырлас Қырғызстан мемлекетінің азаматы, 2005 жылдан бері осы өзі компания құрып жұмыс жасап жатқан. Яғни біздің компанияменен 50% келісім шарт жасалынды. Компанияның кез келген фильмнен, фильм өндірісінен, табысынан бізге 50% табыс беріп отырады. 15-тен астам сәтті жобалары жасалынған бұл компанияның. Соның ішінде біз өзіміз куә болған, мынау суретін көріп отырсыздар, человек-дракон дейді. Өзіміздің Азияға тән характер, человек-паук деп, человек-паук, железный человек деп, қазір өте фильмдер көп қой, қазіргі заманауи. Сол сияқты біздің Азияның өзінің жаңағы бейнесін көрсететін дракон болғандықтан, дракон айдаһар, осы бейнеде үлкен фильм түсіріліп жатыр. Бұл фильм өте қызық болады. Бұл фильмді Қытай және Индия нарқында көрсетілетін болады. Себебі ол жақтарда
пираттық фильмдер, заңсыз пираттық фильмдер көрсетілмейді екен. Сол себепті сол нарықта жүретін болады. Яғни ол нарық тек қана Қытай менен үнді нарқы дүниенің бүкіл нарқының жарты бөлігін құрайды екен. Көрдіңіздер ме, қандай қаражаттың біз иесі болатынымызды. Ал енді келесі слайдқа көшейік. Бұл өзіміздің бауырымыз, Алматы қаласының тұрғыны Серік Төрекеш және Денис Беспиятов деген серіктесіменен ашып отырған, жұмыс жасап жатқан жоба, бұл Шикарт деп аталынады. Бұл онлайн платформасы. Оны сіз өзіңіздің мына телефоныңызға жүктеп аласыз да, сөйтіп жаңағы ұсыныстар жасап, түрлі партнерларға, ол мына бензин заправкаларына, болмаса жаңағы магазиндерге, шаштараздарға, ресторан иелеріне, түрлі бизнесмендерге барып ұсыныс жасап, яғни олар да табыс көреді, бізге де тиімді. Осындай керемет бір платформа, онлайн платформасы. Осы платформадан да біз 50% табыс көреміз. Яғни компания, біздің үлескерлердің, біздің компанияның партнерларының арқасында қазір осы Алматы, Астана және бірнеше ғана қалаларда жұмыс жасап жатқан болса, біздің компанияның арқасында бұл дүние жүзіне тарап кететін үлкен бір жоба болып тұр. Келесі слайд. Енді мінекей бәріміздің жақсы көретін, өте асыға күтіп отырған жобамыз, бұл синтетикалық алмас өндіретін завод. Бұл біз жаңағы 20 секторда, реальный сектор рынка деп айттық қой, біздің ақшаларымыздың жұмыс жасайтын. Сол 20 сектордың бірі жаңағы жартылай және құнды, толық құнды жаңағы асыл тастар. Осы асыл тастардың ең негізгісі мынау алмас өндіру технологиясы. Осы алмас өндіру технологиясын бізде Алматыда үлкен завод соғылайын деп жатыр. Алла қаласа, қажетті пештері, жаңағы станоктардың бәрі сұраныс жасалынып қойған. Мынау Қырғыздың шекарасында тұр. Мына карантин біткеннен кейін, Алла қаласа, бері жеткізіледі деп, сөйтіп бұл завод іске қосылады. Яғни бұл завод, бұл алмазды не үшін біз бұл алмаз өндірісіне, синтетикалық алмаз өндірісіне не үшін біз жаңағы салым жасап жатырмыз? Себебі бұл жоғары тазартылған гауһар тастар. Бұл табиғи түзілгендегідей арасына шаң, тозаң кірмейді. Арнайы жаңағы бөлмелерде, арнайы заводта, таза жерлерде жасалынады. Барлық технология сақталынады. Яғни қаттылығы, жаңағы бар құндылығы, жалтырауы, сәулені шашуы, барлық қырынан қарағанда табиғи жаңағы алмаздан, бриллианттан ары болмаса бері емес, осындай өнімді бізде өндіретін болады. Алла қаласа, өте ерекше сапаменен және бірнеше, мысалы, қазіргі нарықта 4 қана түрлі реңде алмаздардың 4 түрлі реңдік түрі бар екен. Ол ақ алмас, қара алмас және көк көгілдір. Ал енді бізде соның жаңағы күлгін түсті және қызғылт түсті реңдері де шығатын болады. 6 түсті реңде жасалынатын болады. Және бұл алмас біз тек қана әшекей бұйымдарға ғана емес, түрлі бұрғылау жұмыстарында, болмаса мынау біздің өзіміздің қолданып жүрген мына телефон,
компьютер, ноутбук, түрлі мына техникада бәрінде космоста пайдаланады. Бұл алмасының сұранысы өте жоғары біздің нарықта. Сол себептен де біз бұл алмастан ешқашан ұтылмаймыз. Біздің қаражатымыз көбейген сайын көбейе береді. Ал енді жаңағы алтынымыз бар, бұл алмазымыз бар, құнды тастарымызбенен құнды жаңағы металдарды біз егер сол жаңағы сырье дейді ғой, тек сырье күйінде өндіріске жаңа нарыққа шығарып сататын болсақ, жарайды $1000 сатылатын біздің өніміміз, егер біз оны әшекей бұйымдар жасап сататын болса, компания, онда ол 6 есе, 9 есеге дейін қымбатқа түседі екен, яғни тиімді. Сол себептен біздің Андрей Федорович Хавратовтың тағы да бір үлкен арманы, ол енді менің де арманым, мүмкін көптеген әйелдердің арманы болуы мүмкін, осындай әшекей бұйымдарды жасайтын ювелирлік жаңағы цехтарды ашу. Ол жерде әркім өзіне қажетті, өзіне ұнаған дизайнде жасатып алатын сұраныстарға мүмкіндіктер болады. Сондай бір керемет енді. Алла қаласа бұл арманымыздың бәрі іске асады, іске асылып жатыр, жұмыс жүріп жатыр. Ал енді тағы бір үлкен бір алдынан болашағынан үміт күттіретін біздің үлкен бір жобамыз, біздің ақшамыздың жұмыс жасап жатқан жобамыз, бұл жылжымайтын мүлік. Бұл жерде біздің ақшамыздың 59% жұмыс жасап жатыр, яғни инвестицияда $1,955,000 аса жаңағы жұмыс жүріп жатыр, Ол мына Краснодардың жаңағы жері. Краснодарда 6 гектар жер, жаңағы Черное море, Қара теңіз бар ғой. Сол Қара теңіздің жағасында 6 гектар жер, 3 гектар жерді компания сатып алған. Оның бәрін құжатын бізге көрсетті, бәрі заңды, бәрі негізі бар. Ал енді сол жерде біраз жұмыстар жүргізіліп, осы бір жылдың ішінде, бір жыл болмай, сол жерімізді қазір көптеген ұсыныстар түсіп жатыр екен. $1,000,000 сатып алынған жер, 6 миллионға сат деген ұсыныстар түсіп жатыр. Әрине, біздің компания оны сатпайды. Себебі ол жерден үлкен жаңағы біздерге табыс әкелетін үлкен ғимараттар, яғни қонақ комплекстер соғылатын болады. Ол жерден бізге өмір бақи табыстар келетін болады. Мінекей сол сияқты мынау Пермский крайда, Сүнген Пхукетте, Малайзияда үлкен жобалар іске асылып жатыр. Келесі слайдтан сіздердің көріп отырғандарыңыз инновацияның көкесін енді мен сіздерге айтайын. Жаңағы компанияны жарнамалай бастасам мен өзіміздің қандастарға, жақсы сізді түсініп отырмын, тек түсінікті қылып айтыңызшы. Криптовалюта деген не? Блокчейн деген не? Мінекей, біздің ақшамызды ешкім көрмей, ешкім есепке алмай, яғни мынау финполиция дейміз, налог дейміз, ешқандай ешкімнің тұмсыға алмайтын, өзінше күрек дейміз ба, банк дейміз ба, сол бір жүйе біздің өмірімізге ақшаларын салып, айландырып, сатып алып, жаңағы міне күні кеше ғана осы мамыр айының 4 күні осы блокчейн системасының жаңағы криптовалютаның блокчейннің системасын біздің компания бірнеше блокчейн компанияларын алып жаңағы тендер жасап, солардың ішінен 6 мен деген біздің бизнесімізге тиімді жаңағы компанияларды реттеп алып,
солардың біреуінің стейкингін, біреуінің жаңағы тағы басқа жобаларын, әрқайсының әртүрлі тиімді біздің партнерларға, біздің серіктестерге тиімді жобаларын алып, компания осы блокчейн системасын біздің бизнесімізге қосып жатыр. Яғни бұл инновациялық жоба. Бұл жерде сіздің қаржыңыз ешқашан құламайды. Сіздің қаржыңыз ылғи да табыстан табысқа өсіп отырады. Яғни крипто юнитіңіз ай өткен сайын, күн өткен сайын, жыл өткен сайын жоғарылап көтеріле беретін болады. Және де тағы да бір мақтанышпен айтатын біздің мына бір әлемдік брендтер, мысалы Apple, Яндекс компаниясы, Google, Visa, Макдональдс және де Amazon компаниялары, бұлар әлемге танымал болып қойған үлкен брендтер. Осы компаниялардың сіз егер өз басыңыз үлескері боламын, осының акциясын сатып алайын десеңіздер, қарап көріңіздер Google-дан, іздеп көріңіздер интернеттен. Қанша қаражатыңыз кетеді. Ол мүмкін емес. $1000 болсын. Қаншаға сіз крипто юнит сатып алсаңыз, сіздің ақшаңыз осы компаниялардан табыс әкеледі. Яғни сіздер осы компаниялардың, осы брендтердің де ортақ иелері бола аласыздар. Мұндай мүмкіндік қайда болған? Бұл біздің компаниямыз жай ғана компания емес. Жаңа айттым ғой, бұл деген үлкен фортуна, бізге қолымызға келіп отырған үлкен мүмкіндік. Ал енді осы компанияның ары қарай жете сіздерге тағы да толықтыра түсетін менің партнерім, бәріміздің партнеріміз Нигметов Мәулен мырза, өзі жас болса да өте бір жаңағы алғыр, және де оқыған, сауатты, қазағым, әрбір қазағым жалғызым деген, қазағым өссе екен деген, қазағым байса екен деген, сондай бір қазақтың әрбір бәріміздің қамымызды ойлаған арқа сүйер бауырымыз Мәулен мырзаға сөз бергім келіп тұр. Рахмет, Сәлима ханым. Көп өте жақсы презентация өтті. Мен ойымша кез келген тыңдарман енді алдымызда ұстаздық тәжірибесі бар мол әдемі әріптесіміз айтқан кезде әрине керемет сусындап тыңдап қабылдады деп ойлаймын. Ал енді ассалаумағалейкум, қымбатты, ардақты, елінің болашағын ойлаған барлық бауырларымызға енді мына өтіп жатырған қасиетті Рамазан айы құтты болсын дейміз. Осы Рамазан айында қабылдаған ұстаған оразалар, тілеген дұға тілектер бәрі қабыл болсын дейміз. Осындай игі істер басында жүрген азаматтар барлығыңызға да енді сәттіліктер тілейміз. Енді жобамызға қатысты жақсы ақпараттар жеткен болса, сұрақ қойғым келіп отыр. Мына жерде тыңдармандар дауыс қалай естіліп тұр ма? Жақсы. Жақсы естіледі, иә. Енді естіліп тұр ма, Нұреке, дауыс? Естіледі, жақсы. Рахмет. Енді жаңағы ақпараттар қалай көңіліңізден шықты ма? Әсіресе алғашқы рет қатысып отқан қатысушылардан сұрағым келіп отыр, білгім келеді. Ұнаса бір деген ақпаратты қойып жүрсеңіздер. Жақсы, қазір қойыла жатар әлі. Енді біздер бір мынандай жақсы үлкен аталы сөз бар естіген. Дәстүрінен адасқан ұлт жоғалатын ұлт деген. Ал біздер қай кезде де қазақтар қонағын
өте жоғары деңгейге қойып сыйлай білген сондай кендігіміз, қонақжайлылығымыз. Оның негізгі себебі неде деп ойлайсыздар? Негізгі түпкі себебі ол келген қонақ кез келген жақсы жаңалық, жақсы ақпарат алып келетін болатын. Себебі білесіздер, көшпелі бұрынғы заманда қазіргідей технологиялар болған жоқ, тез арада хабарды алу мүмкіндігі болған жоқ. Сол себепті бізде сол дәстүрімізге, яғни қанымызға кәдімгідей сіңіп қалған қасиетіміз, қандай ақпарат, қандай компания келсе де бізден айтып жатады, Қазақстан ешкімді ренжітпейді деп. Сол дәлел ретінде осы жоба елімізге 2016 жылдан бері келгеннен бері біраз адамдар біліп, түсініп, бұның қаншалықты жақсы екенін, маңыздылық екенін, бұны өзім үшін пайдасын көре тұра қолымызда кеш сермемей, кешірім сұраймын, ары қарай бөлісіп, білгенімізді бауырларымызға, таныс дос-жарандарымызға, тума-туысқандарымызға жеткізу. Осы 21 ғасырдың қазір ақпараттық ғасыр деп аталатын себебі, біз бұл жерде кәсіп негізінде осы жоба туралы, біздің компания туралы, яғни ақпарат тарату арқылы үлкен табыс табуға мүмкіндіктер бар. Енді мына жерде миллиондаған табыс әкелетін маркетинг жоспар деп айтамыз. Енді бұлар жөнінде уақыттың қазір тығыздығына байланысты мен жеке арнайы тоқтап жатпайын. Ол жөнінде тағы да сізді шақырған азаматтар бар, азаматшалар, олар түсіндіріп жатыр. Бірақ сіз осы жаңағы Салима ханымнан естіген компания туралы, жоба туралы жақсы ақпараттарды жеткізіп, айналдыраңызға жарнама жасағаныңыз үшін компанияның сізге беретін жақсы сыйақысы бар. Соған соның үлесінен жақсы табыс табуға мүмкіндік бар. Себебі қазір жағдайды көріп отырсыздар, көптеген табыс көздері жабылып, біздер көп адамдар қазір жұмыстары тоқтап тұр, енді біртіндеп ашылып жатыр, бірақ әлі бұрынғы қалпына деңгейіне келуіне, соның ішінде әлемдік экономика қалпына келуіне, байланыстар мемлекетаралық әрі бір белгілі уақытқа тоқтап қалды. Оған әлі біраз уақыт керек болады. Сол себепті отбасына күнделікті үйреніп қалған табыс көзі қандай мүмкіндіктер бар ашылуға, сол жөнінде осы біздің керемет жобамызбен таныстыра отырып, ақпарат тарата отырып, адал табыс табуға мүмкіндік ашық тұр. Енді 4 мамыр күні 2000 осы үстіміздегі жылдың біздің крипто юнит бағдарламасы екінші бөлімінің екінші кезеңіне өтті. Яғни жақын арада болған Ұлтан соғысының 75 жылдық жеңіс күні енді аталып өтіп жатыр. Сол енді қай кезде де адамдар бірігу арқылы енді ерліктің үлгісі ретінде ата-бабаларымыз көрсеткен сондай бір үлкен мына бейбіт заманды сыйлаған боздақтарымыз болды. Әрине, сол бәрі бірліктің арқасында істелген үлкен шаруа. Енді шаруа болсында үлкен адамзатты жақсартуға арналған бағыттар, ол да халықтың бірлігін қажет етеді. Сол себепті осы маркетинг жобасы арқылы біз Андрей Федорович Хавратовтың жаңағы идеясы негізінде жасалған үлкен кәсіпті жер бетіндегі көптеген адамдардың әлеуметтік жағдайын, қаржылық тәуелсіздікке жету жолын бірлікпен ғана іске асыратынымыз белгілі. Сол себепті әр осы ақпаратты білген, түсінген, маңыздылығын өз үшін меңгерген, қаншалықты пайдалы екенін, қандай жақсы жобаларға мүмкіндік беріп отырған кәсіпті дамыту бағытында бөлісіп отырсақ, өте жақсы жағдайлар әлдеқайда тезірек орындалады. Енді біз білеміз, қандай болмасын бизнес ашу үшін ол
дәстүрлі бизнестерге негізінен көптеген қаражат керек. Қарапайым тіркелудің өзі жобаны, ана юстициялық, салық комитеттері бар, жаңағы мөр жасаймыз, печатьта, сондай шығындар енді жоқ дегенде барып тек тіркелудің өзіне жаңа печатьімізді алып бір 10 мыңнан 20 мың теңгеге аралығында бұл ең аз дегенде кетіп қалады сумма. Ал бұл жерде біз жоба арқылы тіркеліп, оқып, білімімізді көтеріп, және де келіп оқып, білім алып тіркелгеніңіз үшін жобаға сізге компанияның беретін арнайы сыйлықтары бар. Ол жаңағы жеке инвестордың 8 ережесі сыйлыққа беріледі. Сол ақпараттың өзін алған, түсініп, білгеннің өзі, меңгерген. Ол сіздерге көптеген қаржылық тұрақтылыққа, соның ішінде жаңағы тәуелсіздікке жетуге жол ашады, алғашқы қадамдар болады. Және де осы жобамыздың крипто юнит деп аталатын жаңағы бөлшектері, яғни акциялары цифрланған, соның 50 штук акциясы сыйлыққа беріледі қазіргі жағдайда. Енді мына жақын арада да бір ақпарат береміз деп бір азаматтармен кездесеміз ғой. Сол жерде жаңағы жобаларын олар маған айтады, мен оларға өзім жобамызды таныстыруға барамыз. Сол арада ең аз дегенде 10 мың доллардан жоғары салым керек екен ол жобаларға, мысалы, кіру үшін. Сондай-ақ инвестор болу үшін, инвестиция бағытына келу үшін біз көбіміз енді білеміз, тіпті ең жоқ дегенде 1000 доллардан жоғары ақша керек. Қарапайым, жаңа ғана қадам бастап атқан, инвестицияны әлі түсінбеген, білмеген адамға ол біріншіден ондай қаражат ол кісіде болмауы да мүмкін. Екіншіден, болса да, оның тәжірибесі аз болғандықтан бірден апарып сондай көп ақшаны сала салу деген, ол деген қате болады. Енді соған көзіміз жетіп келе жатыр. Себебі әдемі суреттеп, жақсы әңгімені айтып бергенмен, бірақ артында жаңағыдай негізделмеген, активтермен қамтылмаған, жаңағыдай айтқанда шикі жүйелер бойынша адамдар ақшаларын жоғалтып жатады. Бұл арада көріп отырғаныңыздай 50 доллардан бастап, 250 доллардан бастап, және де ары қарай білім алып, ақпарат алып, түсініп, инвестор болудың қандай дұрыс жолдары, қандай қадамдары, қандай ережелері бар екен, сол білімін ала отырып, бұл жобаға жаңағыдай үлкен, сіз көрсетілген жаңа Сәлима ханым айтқан глобалдық, жаһандық инвестициялық портфельға меншік иесі болуға мүмкіндік ашық тұр. Енді келесі слайдтар болса, енді мынандай сұрақ қойып жатамыз. Бұл әрине біз келген салымымызға оқу инвестициялық ақпараттық программалар, яғни бағдарламаларды сатып аламыз. Сол бағдарламаларды сатып алғанымыз үшін бонус ретінде сыйлық компания яғни өзінің цифрланған крипто юнит деп аталатын акцияларын рәсімдейді біздің атымызға, яғни бірақ оның бір жыл, яғни 350 күн болғаннан кейін ғана біртіндеп ол енді әрине капитализациясы құны өсе береді, салынған жаңағы сіз алған активтеріңіздің ары қарай 350 күн өткеннен кейін ғана біртіндеп босатыла бастайды. Осыны мына локап ашу деп аталады. Неге? Өйткені біз бәріміз бір уақытта жаңағыдай шығарып нарыққа сата бастайтын болсақ, уақытын күтпей жаңағыдай, яғни өніміміз шығып әлі пісіп болмай шикілей сата берсек, онда әрине ол дұрыс болмайды, бағасы құны түсіп кетеді, жаңағы біздің құнды цифрланған акциямыздың. Сол себепті бұл арада осындай шектеу қойылады. Енді ол жөнінде де енді жеке асықпай тоқталып мәлімет айтуға болады. Енді келесі слайдымызда осы босатылған, яғни 350 күннен кейін біртіндеп оны ауыстыруға болатын
криптоюнит, яғни акцияларымыз шыққаннан кейін оларды өсіру мақсатында стейкинг деп аталады, яғни депо счетымыз ашылды. Сол депо счетқа орналастырып, жаңағы сіздің сатып алынған, сіздің атыңызға рәсімделген акциялар үстіне тағы да мынандай салған мерзіміңізге байланысты өсіп отырады көлемі. Ал акцияның көлемі саны өскеннен кейін бұлмен қосымша құны да өсіп жатыр әр токеннің, яғни әр криптоюниттің. Ол мысалы 1 айдан кейін, тіпті 6 айдан кейін, ал 1 жылдан кейін әлдеқайда жоғары баға болады. Сондықтан біз қазіргі жаһандық түсініксіз экономикалық қиыншылықтар, кризистер өтіп жатқан кезде қазір көп адамдарда ақшаны қалай ұстау керек, немен ұстау керек, қалай сақтау керек деген осындай көкейінде жүрген үлкен мәселелер жүр. Яғни инфляциядан қорқады, яғни басқа да саяси жағдайлардан. Сол себепті бұл арада жеке инвестор болып дамып келе жатқан жаңағы әр салаға қамтылған жобаға мүмкіндік ашық тұр. Енді осы жақын арада жобамыз бойынша осы жобаны түсінген, осы философияны көптеген азаматтарға компанияның мүмкіндігін жеткіземіз деген VIP-клуб ашылған болатын 4 мамыр күні. Осы VIP-клуб арқылы жеке инвесторлардың әрине арнайы жақсы мүмкіндіктерге қол жетеді. Бұл арада енді оқу ақпараттық жаңағы бағдарламаларға жеңілдіктер болады. Сондай-ақ кез келген адам қатыса алмайтын бұл арада жабық кездесулер болады. Сосын жаңа айтылған ішкі ауыстыру, яғни криптоюнитіңізді біреуге жаңа ауыстыруға мүмкіндігі, болмаса босатылған криптоюниттарды алуға, сатып алуға мүмкіндіктер, барлығы осы VIP-клубқа кіретін инвесторларға жақсы мүмкіндіктер ашық тұр. Бұлда да енді келген шыққан деңгейіне, яғни мына маркетинг жобасы бойынша салымдары бар, ең аз дегенде $10 басталады. Және жоғары қарай агент $20 дегендей статусыңыз, яғни лауазымыңыз өскен сайын бұл арада сіздің салатын салымыңызда кішкене жоғарылақ болады, төленетін жарнаңыз. Бірақ сол айтады, шығыс болмай, кіріс болмайды дейді. Біз білеміз ғой, VIP салондарға кірсек, ол жерде VIP қызмет алсақ, VIP, ол жерден әрине ақысы жоғарылақ болады. Бірақ ол жерден алатын нәрсемізде, алатын жағдайларымызда көбірек ашылатыны ол сөзден анығы, айдай анық. Осы VIP-клубқа да арнайы сабақтар, түсіндірмелер жүріп жатыр. Кеше керемет сабақ өткен болатын. Енді компания осы жобаға қатысты, яғни сыйлықтар, жаңа мен атап өткен болатынмын, тіркелгеніңіз үшін оқу құралдары тегін ашылатын, және 50 криптоюнит алатын мүмкіндігіңіз бар. Осы және кәсіпті жақсы дамыту, ынталандыру мақсатында 30 наурыз күні біліктілік үшін экспресс бонус промоушн аталған болатын, басталған. Осы жылдың аяғына дейін осы бағдарлама арқылы, осы промоушн арқылы әдеттегі маркетингтен әлдеқайда жоғары табыс табуға мүмкіндік ашық тұр. Бұл арада қазір бір мысал ретінде көрсетіп кетсем, енді бұл жаңадан келген адамдарға аздап түсініксіз болуы мүмкін, себебі агент деген кім, кеңесші деген кім. Бірақ айта кететініміз, әдеттегі табысынан бөлек, мысалы агент статусына мынандай өзіңіз бір 200 юнит, яғни бір юнит, түсіндіріп айтып кетейін, $1 тепе-тең келеді.
яғни өзіңіз $200 ақпараттық оқу құралын алдыңыз, сондай-ақ 5 адам келіп сізге сіздің қадамыңызды қайталады. Олар да түсінді жобаның маңыздылығын. Сонда осындай тіркеу болған кезде сізге 350 юнит, яғни $350 қосымша сыйақысы беріледі. Осы промоушн бойынша. Сондай-ақ мына 80 юнит келетін жаңағы табысы бар. Соның барлығын есептегенде 430 юнит, яғни $430, оны сіз бір жұмада жасайсыз ба, тіпті бір 3 күнде жасайсыз ба, я болмаса қандай жылдамдығыңызға байланысты өзіңіздің осындай жол мүмкіндік ашық тұр. Енді мына келесі тағы бір ата кетуге болады, агент, кеңесші, сонда менеджер статусына жететін адамға $3070 дейін жиынтық сыйақы алуға болады. Енді айтыңдаршы, $3070 дегеніміз ол мынандай кризистік, сондай қиын заманда ол керемет ашылатын мүмкіндік қой, яғни табыс. Енді жоғарылаған сайын ары қарай вице-президент, президент жаңағы лауазымдарына жеткен кезде $62.000-дан $134.000-ға дейін сыйақы алуға мүмкіндік ашық тұр. Ал осындай керемет мүмкіндікті жіберіп алмай, осы жөнінде нақты толығырақ ақпаратты сізді шақырған, әрине бұны айтып отырғаным, ал осы жоба арқылы бизнес жасайым, кәсіп жасайым деген шешім қабылдаған қатысушыларға ғана айтып отырмыз. Сондай-ақ мына мерейтойлық голд, алтынмен жасалған 350 ғана дана шығарылған кәдей сыйлық, яғни алтын монетасы 24 карат, соның ішінде 35 грамм алтыны бар, жаңағыдай диаметрі 40 мм болатын, уақыты келгенде бұның құны өте қымбат болатын, яғни жаңағы сондай коллекциямен айналысатын адамдарға, бұл бағасын түсінетін, білетін адамдарға керемет мүмкіндік ашық тұр. Себебі толық жоба іске асқан кезде крипто юниттің бағасы, яғни 2028 жылға дейін $1250, кем дегенде $1250 дейін барады бағасы. Ал сол кезде енді біз қазірдің өзінде қандай жағдайларға қол жеткіздік. Яғни 2014 жылдан бастап, биыл енді 6 жыл болады, бұйырса Мәскеуде аталады 6 жылдығы. Қазір әлем бойынша 1.400.000 адамнан астам серіктесіміз бар, жобаны қолдап отырған. Бұл 170-тен астам ел қатысып отыр бұл жобаға. Маңыздылығын түсініп, әр өзіміздің еліміздегі адамдар бұны білу керек екен деген, қолдауымыз керек екен ел болып деп түсінген 170 ел бар. Сондай-ақ инвестициялық және қаржылық білім беру жүріп жатыр. Сол жаңағы жаһандық бизнес мүмкіндіктері ашылып жатыр. Егер біз мына осы жерде отырып қазір өзіміздің ана тілімізде түсіндіріп айтып отырсақ, тап осындай 170 мемлекетте әрқайсысы өзінің тілінде жобаны маңыздылығын түсіндіріп жатыр. Енді қазіргі компанияның капитализациясы деп айтамыз, құны активтерінің $400 миллион астам бағаланып отыр бүгінгі таңда. Бұл жаңағы 30 наурызға берілген ақпарат. Енді әлемнің жаңа экономикалық эволюциясын негізгі принциптер болып, ол мына байлықтың ғаламдағы дұрыс таралуына, әділ таралуына, сондай-ақ қауіпсіздікпен жаңа қорғау мүмкіндіктері, себебі сол дұрыс таралмауынан байланысты болып жатқан, Құдай сақтасын, көптеген соғыстар, басқа да қиын жағдайлар осыдан болып жатыр, осы теңсіздіктен. Құндылықтарды арттыру, адами негізгі құндылықтарды, табиғи құндылықтарды арттыру мақсатында жаңағыдай жобаның негізгі ойлары. Сондай-ақ өркендеу мен бақытты әр адамның отбасында, әр адамның жүрегіне сыйлау мақсаты қойылған болатын.
осы жобамыз арқылы. Енді қымбатты тыңдармандар, бүгінгі жобамызды таныстыру презентациясын сіздерге оқы, ізден және өркенде деп осындай жақсы сөздермен, игі тілектермен арамыздан табылып, жақсырақ түсініп, тыңдап, қатарымызға қосылатыныңызға өте қуанышты жағдайда боламыз. Енді сұрақтарыңыз болатын болса, енді жобамызға қатысты сол сұрақтарды көрейік. Бар ма екен сұрақтар? Енді жақсы, сұрақтар болмаса тағы да ата кетейін. Енді әріптес болам, осы компания арқылы бизнес ашам, жұмыс табыс табам деген азаматтарға сейсенбі және бейсенбі күндері Астана уақытымен сағат 10-да арнайы тренингтер өтеді. Ал жаңадан келіп танысамыз, осы жобаны білеміз, мұнаны естімеген таныстарым білсін деген презентацияларымыз бұл күн сайын, яғни 5 күндікте сағат 12-де қазақ тілінде, және де кешкі сағат 9-да 21:00-де орыс тілінде Астана уақытымен. Ал жексенбі күні сағат 12-де және сағат 1-де 13:00-де, 12-де қазақ тілінде, ал сағат 1-де орыс тілінде осындай презентацияларымыз өтіп тұрады. Осыған сіз өзіңіз енді білсін, естісін, мұны танысын, көрсін деген азаматтарға хабар берсеңіздер. Так, мына жерде сұрағым бар дейді. Дивиденд $1000 қашан түседі екен? Мына жерде енді жобаның бұл CryptoUnit бағдарламасы бойынша 1 жыл бұрын басталды. Жаңағы аталған жобалар инвестициялық объектілер деп айтамыз. CryptoUnit бағдарламасын жаңа Сәлима ханым таныстырған. Ол жерде әртүрлі көргеніңіздей салаларға орналастырылған ақшалар. Ол салалардың әрқайсының рентабельность, яғни тиімділік, пайдаға шығу уақыты әртүрлі. Сол себепті енді толық жоба іске асу үшін бәріміз атсалысып, мына инвестиция мен инвестициялаудың айырмашылығы, инвестициялауда біз бұл өсімді түсініп, және де мына жерде сұрақ қойған ханымға айтқым келеді. Осы сұрақтың жауабын алу үшін сізді жобамызға, сондай-ақ жаңағы өтіп жатқан оқуларға, яғни оқуға шақырамыз. Сол арада сіз өзіңіз осы білім арқылы осы жобаның сұрағыңыздың жауабын алатын боласыз. Ал енді жобаның негізі қойған мақсаты ол бәрі адам жаңағы енді қазіргі мақсат, мысалы 10 миллион адамға жету керек деген мақсат тұр. Одан кейін келесі белестер болады. Әр бөлімі бойынша қазір мысалы екінші бөлімнің екінші сатысына өттік. Осы саты өскен сайын, жоба өскен сайын, жаңағы компаниялар жақсы табысқа шыққан сайын келетін дивидендтардың көлемі, яғни табыстың да көлемі соғұрлым өсетін болады. Рахмет. Мына жерде жауаптар айтылып жатыр. Яғни қазір сатуға босатылған CryptoUnit'терді асықпау керек, олар әлде де өсу керек. Себебі бұның компаниямызға әлі толық дұрыс деңгейдегі бағасының берілуі алдағы уақытта деп ойлаймыз. Және де соның компаниямыздың
бағдарламамыздың өсуіне бәріңізді атсалысуға шақырамыз. Енді осымен бүгінгі презентациямызды аяқтағымыз келеді. Барлық қатысқан уақытыңызды бөлген азамат-азаматшаларға рахмет айтып, енді кішкене болса да сіздерге бір сенімділік беретіндей бір үміт ұялатсақ, енді бізге бұл күніміз бақытты деп санаймыз. Барлық істерімізге Алла Тағала сәтін салып, енді игі істеріміз, жобамыз, ойларымыз жақсы жүзеге аса берсін деген тілекпен бүгінгі презентациямызды аяқтағым келеді. Көп рахмет назарларыңызға.